Мына жылы аялдама павильондары облыс орталығында өткен жылы пайда болған болатын. Қазір қалада бұндай аялдаманың 10-ы орнатылған. Оның біреуі ғана қала бюджетіне едәуір салмақ түсірген. Әрбірі 15 миллион теңге тұрады. Жыл басында әкімдік биыл тағы 3-еуін орнатуға мердігерлер арасында байқау жариялаған болатын. Бірақ бұл жұмыстармен айналысам деген кәсіпкер өз сөзінде тұра алмаған. Биыл қаламызда жаңадан жылы аялдамалар салынбайды. Себебі байқауды ұтып алған мердігер конкурстық рәсімдер кезінде ұсынылған бағаны 50%-ға қысқартып жағдайды қиындатып алған. Яғни ол ұсынылған сомаға бұл жұмыстарды бітіру мүмкін емес. Біз сотқа жүгіндік, жуырда келісімшарт бұзылады. Шаһар басшысы Марат Жындыбаевтың айтуынша, қала әкімдігі биыл 3 жылы және 4 қарапайым аялдама павильондарын орнату үшін 200 миллион теңгеге байқау жариялаған екен. Конкурстық рәсімдерде жеңіске жеткен мердігер жұмысты 100 миллион теңгеге жасаймын деп уәде берген. Алайда кейін кәсіпкер тұрғын үй коммуналдық шаруашылығымен байланысын үзіп, жұмыстарды орындамаған. Қазіргі таңда сот процесі жүріп жатыр. Келісімшарт бұзылмағанша әкімдік жаңа байқау жариялай алмайды. Заң бойынша мысалы мердігердің мерзімі қараша айын аяқталады, ал біз оны жозықсыз деп жариялау үшін қаңтардан қарашаға дейін келісім шарттың аяқталуын күтуге мәжбүрбіз. Кейін 1-2 ай қалғанда жанталасып асып-сасып істейді. Көбісі үлгермей жатады. Қазіргі уақытта біз ондай мердігерлермен қоштасып жатырмыз. Тағы бір түйткілді мәселе ол жылы аялдамаларға үйсіз-күйсіздердің қаптауы. Онда қаңғыбастар жиі бас қосып, ішімдік ішетіндей көрінеді. Ал бұл өз кезегінде аялдамада қоғамдық күліп күтетін халықтың жайлылығын бұзады. Бұндай жайттар болмас үшін жауаптылар аялдаманы таңғы 6-та ашып, түнгі 23:00-де құлыптап жабу шешімін қабылдаған екен. Виктор Ваташко, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.